Баршаңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Анар, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Бізде ертең үлкен ата-енеміздің үйінде қонақ, соған орай балаларды ұйықтатып түнгі шаруама кірістім. Бірінші самса, одан кейін бәліш, яғни булочка пісірем. Менде мұнда дайын қатпарлы қамыр, соған тек фарш салып, қазір пісіріп алатын боламын. Жаныма шашатын сәуле, боп жүреді мен үшін әуре, барасың, жанасың. Күлкіңді ғажайып ағылған, дем арасында мен сағынған, дарашың, жанасың. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Міне, Аллаға шүкір, таңымыз атып, ата-енеміздің үйіне келдік. Үлкен қара шаңырақ, бізде бұл ата-әжеміз тұратын үй. Қонақтыққа дайындық басталып кетті. Бірінші ет, сосын шәй. Мынау әжеміздің құраған әдемі көрпелері, көздің жауын алатын. Саламатым да жүр, маған көмектесіп, атасымен, әжесімен. Маған көп жақындап жатқан жоқ әзірге. Қызық көріп жүр ата-әжесімен бірге ойнап. Жаныма шашатын сәуле, боп жүреді мен үшін әуре, барасың, жанасың. Күлкіңді ғажайып ағылған, дем арасында мен сағынған, дарашың, жанасың. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Ойларға мазасы шағылған, алысқа кеткенде жаныңнан тасыды, ғашығым. Ең сұлу сезімдерден нәр алған, менің үшін жан едің жаралған, сүйіктім, балшырым. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем.